Неге қазіргі жаңадан өсіп келе жатқан жастарда мақсат жоқ? Көбісінде қараймыз, мақсат жоқ, шешім қабылдай алмайды. Қазіргі таңда базарға баратын болсаңыздар, 40-тан жоғары ғана кісілерді көресіздер. Ал керісінше осы жаңадан өсіп келе жатқан жастарымыздың арасында қарайтын болсаңыздар, 15 пен 30-дың арасында қарайтын болсаңыздар, қыздардың мақсаты мен шешімдері бар. Қазіргі таңда көптеген қыз келіншектер өздерінің мақсаттарын қойып алған. Ал алдыңғы заманда біздің кезімізде, әке-шешеміз кезінде қандай еді? Әкелеріміз мақсат қоятын, шешім қабылдайтын. Өздерінің әйелдеріне жаңағыдай жұмыс жасауға мұрша бермейтін. Жұмыс жасауға мұрша берсе де, бірақ үйдегі өзінің позициясын ұстайтын, әкелік позициясын, және сойды шешім қабылдауды, алдыға қоятын мақсатты, арманды қойып беретін әкеміз болатын. Ал қазіргі жастарымыз қарайтын болсақ, тиянақсыз өмір сүріп жатыр. Айтарым сол.